Қалай үй жағдайында разрыхлитель жасауға болады? Білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Құрметті достар, бүгін үйде разрыхлитель жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сода, картоп крахмал және лимон қышқылы қажет. Лимон қышқылы крахмалдан гөрі ірірек болғаннан кейін, оны кішкене осылай майдалап аламыз. Енді картоп крахмалын қосамыз, 6 қасық қосамыз, шай қасықпен. Електен өткізіп аламыз. Содамыздан 2,5 кішкентай шай қасықпен қосамыз. Және лимон қышқылынан 1,5 шай қасық қосамыз. Бәрін електен өткізіп, лимон қышқылы онша майдаланбай қапты, оны оқтаумен әбден езіп алдым. Міне бәрін жақсылап араластырып, құрғақ банкімізге салып аламыз. Неғұрлым бұл қопсытқышымыз құрғақ болуы абзал. Егер дымқылданса, сапасы төмендеп кетеді. Міне құрғақ банкіге салып алдым. Әбден араластырып алдым. Енді дайын қолдануға болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркел.